Жыланның басына ақ құйып шығару. Ертеде бір кемпірдің жалғыз сиыры болған екен. Ол сиырын сауып, сүтін базарға сатып күнелтіпті. Бір күні кемпірдің сауған сүті азая беріпті. Кемпір мұның себебін еш біле алмайды. Бір күні әдеттегідей сүтін сауып үйіне әкеледі де сиырды өріске қосу үшін сыртқа шығып кетеді. Жолда бір затын ұмытып кеткені есіне түсіп, қайтып айналып келсе, сүтін жыландар ішіп жатыр екен. Кемпір шошып кетеді. Бірақ олардың сүтті сүйсініп ішкеніне қарап тұрып, мейірім оянады. Шелектің іші терең болғандықтан кішкене жыландар сүтті іше алмай қиналып жатыр екен. Ертесіне сүтін кішкене ыдысқа құйып, жыландардың ініне апарып қояды. Кешке ыдысын алуға барса, ішінде 2 ділді алтын жатады. Кемпір теңгелерді үйіне әкеліп сақтай береді. Біраз күн өткеннен кейін алтын ақшасына 3 бұзаулы сиыр сатып алады. Жаман лашығы түзеліп, үйіне жасау жабдықтар, жиһаздар ала бастайды. Бір күні кемпірдің алтын тасып жүргенін көршісі көріп, ханға айтып барады. Хан жендеттермен сау етіп жетіп келеді. Кемпірден: "Алтынды қайдан алып жүрсің? Айт, әйтпесе өлтірем" деп қорқытады. Кемпір шынын айтады. Хан нөкерлерін ертіп жыланның ұясын қаза бастайды. Бірақ қанша терең қазса да алтынды таппапты. Хан ызаланып қазылған шұңқырға өзі түсіп қазады. Бір кезде күрегі қатты затқа тиеді. Қараса сандық екен. Алтын екен деп қуанып кетеді. Сандықты ашқанда ішінен қаптаған жылан шығады. Олар ханды шағып өлтіреді. Нөкерлері бұл жайтты көріп қорқып кетеді. Ханның бір ақылды уәзір бар екен. Ол: "Жылан да жақсылықты біледі. Жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады. Басына ақ құйсаң, алтынды өзі аға келіп беретін еді. Осынша қазған шұңқыр енді көріңе айналсын" депті де ханды көміп тастапты. Содан бастап ел арасында үйіңе кірген жыланға ақ құй, алтын береді деген түсінік қалыпты. Себебі табиғатында жылан алтын бар жерде мекен етеді екен. Бойындағы суық денесін алтынның буына жылытып өмір сүреді деседі. Қазақ ырымында үйге кірген жыланды басына ақ құйып шығарарда мынандай жылан арбау дұғасын айтып тұру керек дейді. Кер жылан, кердең демей кел жылан, кереге басты кер жылан, артымнан шық ер жылан. Бір жылан бар сұм жылан, бір жылан бар сұр жылан, бір жылан бар ту жылан, бір жылан бар қу жылан. Бір жылан бар у жылан, бір жылан бар су жылан. Құралай таудың басынан қуып келген бір жылан. Пайғамбардың демінен дегедек келді шық жылан, ақ тамыздым басыңа, ақ шүберек жайдым астыңа, амандық тіледім басыңа, ерелең демей шық жылан. Кертпейін де тиіспейін, арбап сені кеткізем, кереге басты кер жылан, кердең демей кет жылан, сүйегі жоқ ет жылан, арбауыма құрмет ет, мақтауың жетті кет жылан. Аңыз әпсаналарда жыланға 100 жыл адамның көзі түспесе, ол айдаһарға айналады деседі. Егер адамның көзі 200 жыл түспесе, жыланның маңдайы екеліге қалыңдап, әр түрлі бейнеге айнала алады екен. Адамды алдап, ауылға келіп, ешкім сезбесе, кешікпей бір тайпа елді жұтып қоюы кәдік деседі. Тауық асыры. Мұхаммед пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Миғражда үлкен қоразды көріпті. Ол Жаббар хақты мақтап мадақтап зікір айтып тұр екен. Сахар мезгіл жақындағанда жерге түсіп: "Әй момындар, тұрыңдар, зікір айтқан сахарда хаққа құлдық қылыңдар, нұр таратып жаһанға" деп шақырады екен. Оның дауысын естіп, жер бетіндегі барлық қораздар жұртты оята бастады. Қораздың сахарда шақырғаны Алланы еске алған екен. Ән Хазірет Миғраждан келген соң сахабаларына: "Тауық асыраңдар, сауабы мол болады. Тауық бар жерге 3 бәле жоламайды. Жын перінің шәрі келмес, сиқыршының дуасы өтпес, бақсының жыны жетпес" деп насихат айтыпты. Содан бастап мұсылмандар тауық асырауға мән берген екен. Жүрек көзі ашылған әулие адамдар да тауықтың шақырғанын жай ғана дыбыс деп емес, мақұлықтың құлшылығы деп біледі. Оған дәлел Шәкәрім Құдайбердіұлының "Тауық неге шақырар сағат сайын" деп басталатын өлеңі. Ақын осы өлеңінде хайуанның қылығын басқаша қырынан сипаттайды. "Тауық неге шақырар сағат сайын, деме уақыт өткенін ұқтырайын. Олар деп тұр, ойға алып бір құдайын, зор құдіретін әлемге ұқтырайын. Құлшылық, намазы мен иманы сол, күнде бір, айында бір сағат сайын." Кейбір аңыздарда қораз шақырса періштені көреді, қарға қарқылдаса шайтанды көреді деп ырымдайды. Малды теппе. Бір күні Мұса Аллах тағалаға:
Уа жаратқан, маған пайғамбарлық берерде қайсымды көбірек ұнаттың деп сұрапты. Ұлық Алла, Мұса, сен Шұғайб пайғамбардың қойын баққаныңда ішіңде бір көтерем қой бар еді, үнемі отардан бөлініп қала беретін. Сен сол қойға сабырмен қарап, оны ұрып соқпайтынсың. Сенен басқалары ол көтерем қойды боқтап, боралап, қамшының астына алатын. Сен қой екеш қойға да рахым қылдың. Егер сол қойды тепкеніңде, сені пайғамбарлықтан да, патшалықтан да, құт берекеден де махрұм қалдырар едім депті. Содан бастап Мұса өз қауымын малды теппеуге шақырады. Малды тепсең ырыс қашат деген түсінік сол кезде пайда болыпты деседі. Қазақ арасындағы малды теппеу, басқа ұрмау, боқтап бораламау ырымдары осы дәстүрдің желісінде шығыпты. 4 түлікті қастерле. Нұх пайғамбар Қазғұртқа келіп тоқтаған соң, хайуандар мен жәндіктер кемеден шығуға таласа бастайды. Нұх пайғамбар: бәрінде шығасыңдар, асықпаңдар. Адамзат үшін аса маңызды 4 түлікті алдымен шығарам. Олар адамның кисе киімі, ішсе сусыны, жесе тамағы, жатса төсеніші болады депті. Тағат таппай тыпыршып тұрған жылқы Нұхтың сөзін естіп, есіктің аузына шауып келіпті. Нұх, тұлпарым, жақсылығыңды адам баласынан аяй көрме, сенімді серігі бол. Жаратқан ием жаныңа адалдық беріп, тіршілік иесінің қанатымен жанаты қылсын деп 2 құлының жалынан сипап кемеден шығарыпты. Пайғамбардың алақаны тигендіктен аттың жалы жұмсарыпты. Жылқының жығылған кісіге жалын төсейтін қасиеті содан қалыпты. Жылқыдан соң маңырап қой келіпті. Құтпандарым-ай, алаңнан аулақ боп басыңа топалаң келмесін деп оларды да өріске жібереді. Содан болар атамыз қазақ қойдың ішінде құтпанды ерекше бағалапты. 3-ші маң-маң басып түйе жетіпті. Пайғамбар: пай, жампозым-ай, артыңнан сарып келсе де асығар емессің-ау, сірә ботаңды ұзақ көтерерсің. Келең көбейіп, матауың кең болсын деп шудасынан сипайды да кемеден шығарады. Содан бастап түйенің шудасына кие бітіпті. Түйе шудасын таптауға болмайды. Түйе үстінен жығылған адамға шудасын төсет деген сөзде осыдан қалыпты. Нұх 4-ші түлікті шығару үшін сиырды іздейді. Ол кеменің бір бұрышында күйсеп жатыр екен. Пайғамбар: ей тыңжыларым-ау, бұл жатысын қалай? Қанеке шық, ауқау деп шақырыпты. Естпеген сыңай танытып, сиыр күйсеп жата береді. Өзінің тыңдамағанына ренжіген Нұх: өй, саған не болған? Қане тұр, бөк деп мүйізінен тартып тұрғызады. Сиыр орнынан еріне тұрып, әрең қозғалып, есікке беттейді. Нұх сиырдың желінен ұстап: бір сөзді 2 рет айтқыздың, жем-жеп күйіс қайыруың ұзаққа созылар депті. Нұхтың қолы тигендіктен сиырдың желіне береке бітіпті. Оның мүйізінен тартып тұрғызғандықтан мүйізі қатты болыпты. Сиыр жығылған кісіге мүйізін төсет деген сөз осыдан қалыпты. Қазақта сиырдың мүйізінен қатты ұстауға болмайды деп ырым етеді. Сиыр шамданып сүт азаяды деп сенеді. Бұл жайында ел аузында Қазғұрттың басында кеме қалған деген өлең нұсқалары сақталған. Қазғұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Жетім бота үстінде жатып қалып, ойсыл қара жануар содан қалған. Қазғұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Қыршаңқы тай үстінде жатып қалып, қамбар ата жануар содан қалған. Қазғұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Тышқақ тана үстінде жатып қалып, зеңгі баба жануар содан қалған. Қазғұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Қотыр тоқты үстінде жатып қалып, шопан ата жануар содан қалған. Жылқы адамның досы. Хақ тағала адам атаны жәннаттан шығарып жерге түсірген кезде оны 4 көзі бар қанатты пыраққа мінгізген екен. Адам ата жерге түскенде бойын үрей билейді, бейтаныс мекен көзіне жат көрінеді. Қорыққаннан пырақтың мойнынан құшақтап алып жібермей қояды. Бірақ пырақтар қайтадан жәннатқа көтерілмек болады. Сол кезде адам ата аттың қанаттарын қырқып тастайды. Пырақтар не істерін білмейді. Сол кезде жаратушыдан әуез келіп: адамның жүрсе қанаты, жау тисе қорғаны бол, адал қызмет ет деп қалдырады. Ат амалсыз жерде қалады. Бұрынғы қанатындағы күш қайраты оның аяқтарына ауысады. Бастапқыда ат жерге үйрене алмай жәннатты аңсап жылай берген екен. Күні түні жылағаннан 4 көзінің 2-і суалып көрмей қалады. Аттың маңдайындағы көзге ұқсас шұңқырлар құрғап қалған жанардың орны екен. Содан бастап ат адамның ажырамас серігіне айналады. Ат ер қанаты деген сөз
осыдан қалған екен.